Қызылорда облысының табиғи байлықтарының бір қайнар көзі, өсімдіктер әлемін жете зерттеп, алуан түрлі табиғи қорларын тиімді пайдаланып, оларды әрі қарай сақтап, көбейтіп, сирек кездесетін, жойылуға таянған түрлері мен бірлестіктерін қорғау үшін өсімдіктерді танып білудің орны ерекше. Қызылорда облысы көлемінде мәдени және жабайы өсімдіктердің түрлері өте көп. Осы өсімдіктер түрлерінен 1981 жылы жарық көрген Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына төмендегі түрлер енгізілген: қоңыр жүзгін, боршов қызғалдағы, қара жемісті итжүзім, лемон күшаласы, кіші наяда, бүршікті алдырванда, термине жусан. Өсімдіктерді шөл және шөлейт өсімдіктері, шалғынды өсімдіктер, саябақ және бақтың ағаш бұта өсімдіктері, су және батпақ өсімдіктері, тау өсімдіктері, мәдени өсімдіктер, арамшөптер, Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер деп топтастырудың өзі жергілікті табиғи құрылымына қарай өсімдіктердің бейімделу ерекшеліктерін, алуан түрлілігін айқындай түседі. Қызылорда облысының оңтүстік аудандарына қарай сәуір айының екінші жартысында көлікпен жолға шықсаңыз, жолдың екі жағынан көз ала алмайсыз. Тіпті гүлден кілем төсеп тастағандай әсер аласыз. Көздің жауын алатын, бұрын соңды көрмеген гүлзарға тап боласыз. Бұлар көктемнің жарысындай болған, биіктігі небәрі 30-35 см көктемгі эфемерлер мен эфемероидтар. Егер осы гүлдерді жаяу араласақ, олардың арасынан көкнәр, қызғалдақ, жуа, шырыш секілді өсімдіктердің әсем гүлдеріне тап боласыз. Облыс аумағында сексеуіл мен тораңғы тоғайлары кең таралған. Тораңғының арасындағы Қызыл кітапқа енген көкшіл сұр терек өзен жағалауларында ғана кездеседі. Ағашты бұталы тоғайларға өңіріміздің барлық жерінде көптеп кездесетін жыңғылдар мен шеңгелдер жатады. Бұталы тоғайлардың шөлге айналуына қарай олар қара сексеуілден тұратын қопаларға ауысады. Сексеуілді тоғайлар тұзды топырақта өседі. Олар тұзды топырағы бар жерлерде тұтас алапты алып жатуы немесе жекелей де шоқ-шоқ болып әр жерде кездесуі мүмкін. Суға жақын жерлердегі тоғайда қамыс қоға өседі. Өзен арнасынан қара жырақта биік бұталар, тал, тікенекті жиде, шырғанақ, арнаның құрғақ жерлерінде жыңғыл, шеңгел, сексеуіл, орыс тікен өседі. Жыңғылдың жапырақтары қызғылт, гүлі ақ болады. Жантақ, адыраспан және басқа тамыры ұзын, тереңге кететін өсімдіктер де бар. Табиғатта әрбір тіршілік иесінің өз орны, рөлі, қызметі және өз тіршілік ортасы болады. Олар тауды, батпақты, өзенді, көлді, құмды мекендейді. Мысалы, мына өлеңге қараңызшы, әрбір аң-құстың тіршілік ортасы суреттеледі. Кесіртке құмын сүйеді, тасбақа тыңын сүйеді, сұңқар шыңын сүйеді, тұлпар қырын сүйеді, байғыз түнін сүйеді, бал ара гүлін сүйеді, төрт түлік төлін сүйеді, бақа көлін сүйеді, бозторғай шөлін сүйеді, бұлдырық белін сүйеді. Біздің өлкеміздің жануарлар әлемі, яғни фаунасы бай және алуан түрлі. Өз өлкеміздің жануарлары туралы оқи отырып, олардың табиғаттағы орнын, басқа жануарлармен байланысын түсінуге тырысыңыздар. Сол сияқты
жануарлардың адам тіршілігіндегі қызметіне көңіл аударыңыздар. Сол кезде ғана кішкентай тіршілік иелерінің де пайдалы екенін білесіздер. Қазақстанның қызыл кітабы Қазақстан Республикасы аумағында жойылып кету қаупі төнген және сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің сипаттамасы берілген арнайы басылым. 1978 жылдан бастап шығарыла бастады. Қазақстанның қызыл кітабының бірінші басылымына тіркелген өсімдіктер мен жануарлар түрлері 2 санат бойынша: А санаты жойылып кету қаупі төнген түрлер, Б санаты сирек кездесетін түрлер деп берілді. Мемлекетіміздің қызыл кітабына облысымыздың аумағын мекендейтін сүтқоректілерден 7, құстардан 27, оның ішінде ұялайтыны, қыстайтыны, ұшып кететіні бар, бауыры мен жорғалаушылардан 1, балықтардан 7, өсімдіктерден 12 түрі енген. Адамның көп жылдық шаруашылық әрекетінің салдарынан өңірдің жануарлар әлемі жұтаңдап кетті. Олардың көбісі қорғауды, көбейтуді қажет етеді. Біразы Қазақстанның қызыл кітабына енгізілді. Барсакелмес мемлекеттік қорығы Арал теңізінің ортасындағы осы аттас жерде алғаш 1929 жылы қорық ретінде пайда болса, 1939 жылдың 10 желтоқсанынан бері өзіне лайық мәртебеге ие. 2016 жылғы 19 наурызда ЮНЕСКО-ның 28 сессиясында халықаралық адам және биосфера бағдарламасының үйлестіру кеңесінің шешімімен Барсакелмес табиғи қорығы әлемдік биосфералық қорықтар тізіміне тіркелді. Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығының аумағында өсімдіктердің 298 түрі, өсетіндігі ғылыми тұрғыда нақты анықталған. Оның 27 түрі Қазақстанның қызыл кітабына тіркелген. Бұл табиғи қорық аумағында өсетін қара және ақ сексеуіл орманды алқаптары қатаң қорғауды қажет етеді. Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығының аумағында омыртқасы жануарлар мен жәндіктердің 2000-ға жуық түрі бар деп есептеледі. Сонымен қатар, қорық аумағында қосмекенділердің 2 түрі кездеседі, ал бауыры мен жорғалаушылардың 20 түрі анықталған. Оларға құлақты жұмырбас кесіртке, тақыр жұмырбас кесіртке, дала ешкиімері, күм айдақаршасы, оқ жылан, дала тасбақасы жатады. Бұл қорықта құстардың 178 түрі тіркеліп, оның 27-сі Қазақстанның қызыл кітабына тіркелген. Ал сүтқоректілердің 30 түрі анықталған және олардың 3 түрі құлан, қарақұйрық, шағыл мысығы Қазақстанның қызыл кітабына тіркелген. Қазақстанның қызыл кітабына облысымыздан сүтқоректілерден түркмен құланы, қарақұйрық, тоғай бұғысы, шағыл мысығы, сабаншы, қарақал, қаратау арқары, құстардан алакөз сүңгуір, жыланжегіш қыран, дала қыраны, қарақұс, бүркіт, аққұйрықты бүркіт, жорға дуадақ, қара бауыр бұлдырық, ақбауыр бұлдырық, қоңыр кептер, үкі, қызғылт бір қазан, бұйра бір қазан, сары құтан, кіші аққұтан, қалбағай, қарабай, қара ләйлек, сұңқылдақ аққу, дуадақ, ителгі, ақбас тырна, бауыр мен жорғалаушылардан келес, балықтардан Сырдария тасбекіресі, пілмай және арал бекіресі, арал албырты, шортан тәрізді ақмарқа, арал қаязы, Түркістан қаязы, шу сүйрік қанаты енгізілген. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз сөзінде Қазақстанда жан-жануарлардың, құстардың, балықтар мен өсімдіктердің ондаған түрі жойылып кету қаупінің алдында тұр. Табиғатты қорғау
мемлекеттік маңызы зор іс деген болатын. Олай болса, ұрпағымыз үшін осы әлемді таза әрі қауіпсіз күйінде сақтап қалу барлығымыздың борышымыз.